Ертеде таудың етегіндегі шағын қалада Аран атты ұқыпсыз, жайбасар, бірақ жүрегі таза бір бала өмір сүріпті. Ол ешқашан уақытқа мән бермейтін, сабаққа кешігеді, шаруасын ұмытады, достарына кеш келеді. Бір күні ол кешіккені үшін ұстазынан қатты ескерту алады. Кеш бата Аран қала сыртындағы ескі көпірден өтіп бара жатып, бұзылған көне сағаттарды жөндеп отырған бір таңғажайып қартты көреді. Қарттың көздері жұмсақ, бірақ өте терең екен. «Уақытың тағы жоғалды ма, балақай?» дейді қарт. Аран таңырқайды. «Иә, мен уақытты ұстай алмаймын». Қарт күлімсіреп: «Ендеше саған бір ерекше зат беремін. Бірақ оны дұрыс қолдана алмасаң, жоғалтасың». Ол балаға көне қалта сағатын береді. Сағаттың артында «Уақытты қадірлеген, өмірді қадірлейді» деген жазу бар екен. Ертеңіне Аран сабаққа барарда сағаттың тілі кенет баяу жылжи бастайды. Сол сәтте айнала қозғалысы да баяулап, адамдар өте жай жүре бастайды. Аран өзіне уақыт қосылғанын түсінеді. «Тамаша! Мен енді ешқашан кешікпеймін», деп қуанады. Алайда қарттың ескертуі есіне түспейді. Алғашқы күндері Аран қуанып жүрді. Сабаққа үлгереді, ойынға да барады, үй тапсырмасына да. Бірақ уақыт тоқтай берген сайын ол өзіне тым сенімді, жалқау, еріншек бола бастайды. «Қоя салсам да үлгерем, бәрібір уақыт менікінде» деп ойлайды. Бір күні сабақты мүлде дайындалмай келеді. Сағатты баяулатқысы келгенде ол іске аспай қалады. Тілдері тоқтап қалған. «Неге жұмыс істемедің?» деп ашуланады Аран. Сағат ішінен әлсіз сыбыр естіледі. Уақытты қадірлемеген адамға уақыт қызмет етпейді. Келесі күні Аран сағатты қайта бұрап көрмек болады. Сөйтсе, бүкіл қала тып-тыныш. Құстар ұшпайды, жел соқпайды, адамдар қозғалыссыз, тіршілік тоқтаған. Ол жалғыз қалғандай сезінеді. «Мен бәрін тоқтатып алмадым ба?» деп қорқады. Осы кезде қарттың дауысы алыстан шығады. «Уақыттың шын құндылығын енді түсіндің бе, Аран?» Қарт оның жанында пайда болады. «Сен уақытты көп деп ойладың. Бірақ уақыт өзен. Оны тоқтатсаң, батпаққа айналады. Адам уақытпен бірге жүрсе ғана өседі. Оны өзімшілдікке емес, жақсылыққа қолдан. Ендеше мен не істеуім керек?» дейді Аран. Қарт күлімсіреп: «Сағатты сындыр». Аран шошып кетеді. «Бірақ ол менің жалғыз мүмкіндігім ғой». «Жоқ, балам. Сенің мүмкіндігің өз жүрегіңдегі тәртіп пен адалдық. Сағат соның сынағы ғана». Аран батылдықпен сағатты жерге қояды да ақырын басады. Сағат сынып кетеді. Сол сәтте әлем қайта қозғалып, шу, өмір, адамдардың жүрісі қайта жалғасады. Содан бері Аран уақытқа ерекше құрметпен қарайды. Ол ешқашан кешікпейді, әр минутын бағалайды. Қала тұрғындары оның өзгергенін байқап таң қалады. Бір күні көпірге қайта барғанда қарт жоқ болып шығады. Оның орнына тек бір шағын жазу қалдырылыпты: «Уақыт — сыйлық. Оны дұрыс қолданған адам өмірін түзетеді».